Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте қытырлақ болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырды шығарып дайындап аламыз. Қамырдың рецептісінің ссылкасын описаниеде қалдырып кетемін. Көз мөлшер бойынша қамырды осылай ашып, кесіп аламыз. Біздің рецептпен жасасаңыздар, қамыр осылай қатпарлы болып шығады. Енді барлығын домалақ қылып жайып аламыз. Салмасына фарш, пияз, асқабақ керек. Асқабақты қалауларыңызша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Барлығын осылай кубик қылып турап аламыз. Фарштың көлеміне қарай тұз, қарабұрыш және сұйық май қосамыз. Сіздерге самса түюдің екі әдісін көрсетеміз. Бірінші әдісі ол барлығы білетін үшбұрыш қылып түю әдісі. Тура видеодағыдай ең алдымен қамырдың бас жағын қысып алып, содан кейін аяқ жағын қосып, үшбұрыш қылып түйіп аласыздар. Келесі әдіс фаршты қамырдың шетіне қарай салып, осылай жауып, видеодағыдай бас бармақтың көмегімен өріп шығамыз. Барлығын түйіп болған соң, жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Және өз талғамдарыңызға қарай мак немесе кунжут сеуіп шығасыздар. 200-220 градуста 30-45 минут пісіріп аламыз. Самса дайын, осындай әдемі, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.